Сәлеметсіздер ме құрметті 4-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода біз ағылшын тілі пәні бойынша БЖБ-1 тапсырмаларын орындайтын боламыз. Оқушылар егер де алдағы уақытта ағылшын бойынша БЖБ-2, ТЖБ видео шыққанын қаласаңыздар, дәл қазір каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Олай болса тапсырмаға көшейік. Бұл жерде сіздер Machines бөлімі бойынша бағаланасыздар. Machines бұл құрылғылар, белгілі бір аппараттар. Бұл жерде екі тапсырма бар: reading оқылым және де writing жазылым. Бұл тапсырмалардың орындалу ұзақтығы 20 минут. Олай болса алғашқы тапсырмаға көшейік. Task 1. Read the text, complete the task. Мәтінді оқып, тапсырманы толықтырыңыз дейді. Бұл жерде төменде 6 сөйлем берілген. Осы сөйлемді оқып, егер сөйлем дұрыс болса true деп белгілейміз, сөйлем дұрыс емес болса false деп, дұрыс емес деп домалақтайтын боламыз. Олай болса бірінші сөйлем: алғашқы компьютерлер өте үлкен болған және де қарапайым математикалық есептерді шығарған дейді. Бұл сөйлем дұрыс, true, себебі мәтінде, жоғарыдағы мәтінде де осы ең алғашқы компьютерлердің өте үлкен болғандығын, бір бөлмені алып тұрғанын және де калькулятор сияқты есеп шығарғаны туралы айтқан. Екінші сөйлем: Microchips are very small and store lots of information. Микрочиптер өте кішкентай және де көптеген ақпараттарды сақтайды. Бұл сөйлем true, дұрыс. Үшінші сөйлем: Alan Turing invented the microchip in 1958. 1958 жылы Алан Туринг деп аталатын адам микрочипті ойлап тапты дейді. Бұл сөйлем false, дұрыс емес, себебі мәтінде осы микрочипті ойлап тапқан кісінің Джек Килби екендігі айтылған. Төртінші сөйлем: People started to use computers at home in the 1970s. 1970 жылдардан бастап адамдар компьютерді үйде қолдана бастады дейді. Бұл сөйлем дұрыс, true. Бесінші сөйлем: People created the World Wide Web in 1979. Адамдар 1979 жылы осы әлемдік интернет жүйесін ойлап тапты. Бұл сөйлем false, себебі әлемдік интернет жүйесі 1989 жылы ойлап табылған. Ең соңғы сөйлем: The first computer mouse was made of plastic. Ең алғашқы компьютер мышкалары пластиктан жасалған дейді. Бұл сөйлем false, себебі мәтінде осы ең алғашқы компьютер мышкаларының ағаштан жасалғандығы туралы айтылған. Осымен біз reading тапсырмасын аяқтадық. Екінші тапсырма writing. Task 2. Choose one object. Write 6 sentences about it. Use the picture and questions to write a paragraph. Екінші тапсырма. Мына жерде 3 сурет көрсетілген. Осы 3 объекттің біреуін таңдайсыздар және сол таңдаған суретіңіз туралы 6 сөйлем жазасыздар. Осы сөйлемдерді жазған кезде мына төменде 6 сұрақ көрсетілген. Сол сұраққа жауап бере отырып құрастыратын боламыз. Бірінші сұрақ бұл: What is this? Бұл не? Яғни сіздің таңдаған объектіңіз не? Екінші: Is it new or old? Сол таңдаған нәрсеңіз жаңа ма, әлде ескі ма? What do you use it for? Сен сол нәрсені не үшін қолданасың? Төртінші сұрақ: Is it fast or slow? Ол жылдам ба, немесе жай ма, баяу ма? How often do you use it? Сен сол нәрсені қаншалықты жиі қолданасың? Соңғы сұрақ: What do you think about it? Сен ол туралы не ойлайсың дейді. Бұл жерде телефон, велосипед және де ноутбук көрсетілген. Мен үшінші суретті таңдадым. Сол бойынша осы 6 сұраққа жауап беретін боламын. Бірінші сұрақтың жауабы былай болады: This is my laptop. Бұл менің ноутбугым. It is new and modern. Бұл жаңа әрі заманауи. I use my laptop to look for information on the internet and to watch films. Мен ноутбугымды интернеттен ақпараттар іздеу үшін және де фильмдер көру үшін қолданамын. It works very fast because I have the last model of the laptop. Ноутбук өте тез жұмыс істейді, себебі мен осы ноутбуктың ең соңғы моделін, ең соңғы версиясы бар. I use it very often. Мен ноутбукты жиі қолданамын, өте жиі қолданамын.
I like my laptop very much because it is useful and makes my life easier. Мен ноутбугымды өте қатты ұнатамын, себебі ол өте пайдалы әрі менің өмірімді жеңілдетеді. Осылай сұрақтарға жауап береміз. Құрметті 4-ші сынып оқушылары, осымен біз БЖБ 1 тапсырмаларын аяқтадық. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар.